Тақтада электромагнит толқынын кескіні берілген. Е осі бойынша бізде электр өрісінің тербелісі беріліп тұр. Б осінің бойынша магнит өрісінің тербелісі беріліп тұр. Негізгі ерекшеліктер осы екі өріс бір-біріне перпендикуляр болады және бірдей фазада тербеледі. Оны қалай түсінеміз? Магнит өрісі 0-ға тең болған кезде магнит өрісі де 0-ге тең болады. Электр өрісі максимал болған кезде магнит өрісі де максимал болады. Және осы екі өріс таралу жылдамдығына да перпендикуляр болады. Енді осы электромагнит толқынның таралу бағытын он бұрғы ережесімен анықтауға болады. Ол үшін он бұрғымен Е векторын Б-ға қарай бұраймыз. Сонда он бұрғының ілгерілемелі қозғалысы электромагнит толқынның таралу бағытын көрсетеді.